Сәлем, менің ютубтағы көрермендерім. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге кешкі асқа дайындаған нан қуырдақ рецептімен бөлісемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар, бірге жасайық. Өте дәмді. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Алдын ала біз қамырды илеп аламыз. Ол үшін бізге 2 стакан ұн, 100 мл су және тұз қажет болады. Бір жұмыртқа. Ұнның үстіне жұмыртқаны жарып, қамыр илеймін. Қамырды кәдімгі етке салатындай етіп илеп аламын. Қамырды илеп болған соң, иі қанғанша бастырып қоямын. Бізге енді қажет картоп, пияз, сәбіз, қырыққабат және ет қажет болады. Енді 500 грамм етті орташа етіп қуыруға дайындап турап аламын. Етті турап алып жатырмын. Қазанға майды құйып, қыздырып, үстіне қызған майдың үстіне 3 қайтара жуылған етті саламын. Үстіне 1 ас қасық тұз салдым, қызарғанша қуырып шығамын. Еттің үстіне, қуырылған еттің үстіне салу үшін пиязды турап аламын. Қазанда қуырылған еттің үстіне туралған пиязды саламын. Жақсылап қызарғанша қуырамын.
Қуырылған еттің үстіне су құямын. Енді сәбізді турап аламын. Сәбізді ұзынша етіп, одан кейін 4 бұрышты етіп тураймын. Картопты да ұзынша етіп, одан кейін 4 бұрышты етіп турап аламын. Енді 40 қабатты да дәл солай тураймын. Қырық қабатты да турап жатырмын. Қуырылған еттің үстіне алдымен сәбізді саламыз. Кішкене жұмсарғанша қуырып, одан кейін картопты, 40 қабатты саламын. Болгар бұрышында, 2 дана болгар бұрышында қосуға болады. Менде болмағандықтан қоспадым. Осылайша барлығын араластырып, майға қуырып аламыз. Енді үстіне тұз сеуіп, бір ас қасық томат салып араластырып қуырамыз. Үстіне суды құямыз. Суымыз сәл көбірек құюымыз қажет. Қайнайды. Қайнаған соң үстіне қамыр саламыз. Сол себепті суды сәл көбірек құюымыз қажет. Енді 1 дана пиязды турап аламыз.
Одан кейін бастырып қойған қамырды оқтаумен жаямыз. Енді қамырды жайып болдым. Үстіне сұйық майды құйып, туралған пиязымызды ортасына себелеймін. Пиязды қолыммен жайғастырып, қамырға жаямын. Одан кейін қамырды ораймын. Осылайша қамырды орап алдым. Енді қайнап тұрған қазанға оралған қамырды саламын. Қамыр суға батып тұруы қажет. Мінекей, нан қуырдағымыз дайын. Қамырды алып тәрелкеге орналастырамын. Өте дәмді, керемет. Осылай тәрелкеге орналастырып, ортасына қуырдақты салып ұсынасыздар. Қамырынан кесіп, ортасына қуырдақтан салып жей бересіздер. Өте керемет, кешкі асқа дайындап көрсеңіздер болады. Өте дәмді шықты. Жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Сәлем достар. Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен сіздерге кешкі асқа, ауызашарға орама жасап көрсетемін. Менің видеомды соңына дейін бірге көріңіздер. Рецепт ұнаса, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыздар. Менің каналыма тіркеліп пікір қалдыруды ұмытпаңыздар.
Ең алдымен орама жасау үшін қамырын илеп алуымыз қажет. Ертерек қамыр илеп бастырып қоямыз. Суға тұзды салып, араластырып, ұнның үстіне жұмыртқаны жарып, жақсылап қамыр илеп аламыз. Неге қамырды илеп алдым. Енді қамырды ие қанғанша бастырып қоямын. Оған дейін қамырдың ішіне салатын салмасын дайындаймын. Алдын ала пиязды қабығын ашып дайындап қойдым. Енді жұқалап турап, оны майдалап, төрт-бұрыштай етіп турап жатырмын. Пиязды өте ұсақтап тураған, әдемі көрінеді, сондықтан өте ұсақтап турадым. Енді ораманың ішіне мен асқабақ қосамын. Асқабақты теркадан өткізіп алдым. Ыдысқа фаршты саламын. Одан кейін туралған пиязды, одан кейін дайын болған теркадан өткізілген асқабақты, тұзын, бұрышын қосып, және үстіне кішкене сұйық май қостым. Барлығы жақсылап араластырамын. Енді қамырымызды екіге бөліп, тағы да кішкене бастырып қоямын. Осы кезде отқа, газға мантоварканы қойып, суды қайнатамын. Енді қамырды жұқа етіп жаямын. Қамырдың жұқа болуы өте әдемі көрінеді және дәмді болады. Қамырды жайып алдым. Енді ішіне салатын салмасын жайып жатырмын. Енді қамырды ораймын. Суымыз қайнап тұр. Әдепкі осы бірінші жайманы мантоварканың ыдысын майлап, алғашқы жайманы пісіре беремін. Енді екінші жайманы жайып, оны да дайындаймын. Қамырды жайып болып, ішіне салмасын салып, оны да орап, пісіруге қоямын. Әр жайманың пісіру уақыты 40 минут деп есептеп аламын. Осылайша екінші жайманы да
майланған мантоварканың ыдысына орналастырып, қайнап тұрған ыстық судың үстіне қоямын. Мінекей, енді орамамыз дәмді болу үшін пиязды жұқа етіп турап аламын. Подливка жасауымыз қажет. Бір сәбізді теркадан өткіздім. Енді тапаны қыздырып, үстіне сары май саламын. Сұйық майдан гөрі сары маймен піскен подливка өте дәмді болады. Сіздер де осылай жасасаңыздар болады. Еріген майдың үстіне алдымен сәбізді саламын. Одан кейін пияздың үстіне кішкене тұз себемін. Осылайша отта барлығын араластырып, бетін жауып қоямын. Подливкамыз күйіп кетпес үшін арасында араластырып қоямын. Мінекей, орамамыз дайын, уақыты болды. Бізді кешкі асқа ауызашарға дайын болды. Өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздер де жасап көріңіздер. Сіздермен бірге болған Жанар. Сәлем баршаңа. Бүгін мен сіздерге халқымыздың орны бөлек тағамдарының ең бастысы қазақша ет немесе бешбармақ жасап көрсетемін. Сүрленген жылқы етінен және түйенің өркешін қосып ет тағамын дайындаймын. Дәмі тіл үйіретін қазақтың ұлттық тағамы сүрленген еттен жасалады. Менде жылқының еті сүрленген, оны салқын сумен жуып, бірнеше мәрте жуып, бісміллә деп қазанға саламын. Өзі сүрленген ет болғандықтан тұз қоспаймын. Өзінің тұзы мен дәмімен піседі. Ет етке, сорпа бетке деп етті аса сүйсініп жейтін халықпыз. Еттің ағза үшін пайдасы зор. Оны ас ретінде ғана емес, шипа үшін де қабылдаған дұрыс. Мінекей, ет қайнап, бетіне көбігі шығып, көбігін алып жатырмын. Қайнағаннан кейін тағы да екінші қайтара көбіктері шығады. Оны да алып тастаймын. Сүр еттің иісі аңқып, керемет дәмі шығып жатыр. Енді етіміз қазанда қайнаулы, қамырды ертерек илеп бастырып қоямын.
тамақтың дәмін келтіру үшін картоп қосамын. Етіміз пісуге таяу. Картопты салып қазанға, тұздыққа жуа турап қоямын. Туралған жуаны еттің бетіне шыққан майлы сорпасын алып, жуанның үстіне құйып, отта сәл қайнатып аламын. Егер қанған қамырды жақсылап жайып аламын. Қамырды жайып болдым. Енді қазанға салуға ыңғайлы етіп кесіп аламын. Қазандағы етті шолпының көмегімен сүзіп, қамыр салуға дайындай бастаймын. Картоп та пісті. Енді үстіне жайылған тесілген қамырды салып пісіріп аламын. Қамырымыз піскен соң, оны ілгеге сүзіп, шолпымен сүзіп аламын. Соң сорғытып, сорпасын. достықтың бетіндегі майлы сорпадан қамырдың үстіне құйып араластырып
жабыспас үшін құямын. Мінекей қазақтың ет тамағы дайын. Сіздер де жасап көріңіздер. Өте дәмді, керемет ұлттық тағамымыз. Орны бөлек. Сіздермен бірге болған Жанар. Сәлем достар. Бүгін мен сіздерге беляшидің жасалу жолын көрсетемін. Өте дәмді, керемет, бір жегеннен ауызда дәмі қалатын беляшидің жасалу жолын көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Ең бастысы беляшидің керемет жұп-жұмсақ, ортасы шикі болмай шығуы қалай екенін көрсетемін. Ендеше бірге жасайық. Ең алдымен қамырды илейміз. Ол үшін бізге ыстық су және салқын сүт керек. Осылайша екеуінің жылы температурасында дрожжды саламыз. Бір ас қасық қант салдым. Жақсылап араластырып, үстіне бір шай қасық майонез салдым. Оны да жақсылап араластырып, бір дана жұмыртқа қостым. Оны да араластырып, үстіне жарты шай қасық тұз салып, ұнымды салып иледім. Енді қолыммен қамырдың басын біріктіріп илейміз. Қамырымыз жұп-жұмсақ, қатты болмауы керек. Үстіне сұйық майды құйып, майдың көмегімен қайтадан жақсылап илейміз. Барлық қажетті, қамырға қажетті заттардың өлшемін описание бөліміне жаздым. Аз ғана беляши шығатын рецептің құрамын жасап қойдым. Сіздер оны көбейтіп жасасаңыздар болады. Осылайша қамырды илеп болған соң бетін жауып жылы жерге қоямыз. Енді бізге фарш қажет және пиязымыз қажет. Оны ұзынша етіп турап, ұсақтап тураймыз. Осылайша пиязымызды турап болған соң, үлкен ыдысқа салып, үстіне тұзды, қара бұрышты, сұйық май мен салқын суды құямыз. Өйткені фаршымыз піскен уақытта бүрісіп қалмау үшін, ішінде қатты болып тұрмау үшін, осылай үстіне сұйық май және су қосамыз. Осылайша барлығын жақсылап қолымызбен араластырып аламыз.
әлде де үстіне су құю қажет. Кішкене құйдым, тағы да араластырып. Мінекей салмасы дайын беляшидің. Енді қамырымыз да көтерілді. Қамырымызды екінші рет қайтарып илеп қоямыз. Тағы да бетін жауып, көтерілгенше қоямыз. Мінекей екінші қайтара қамырымыз көтерілді. Енді қолымызды столдың бетін жақсылап майлап алып, бөлшектерге бөле бастаймыз. Бөлшектерге бөліп, дөңгелетіп, кішкене бетін жауып, тындыруға қоямыз. Қамырдың көтерілгені жақсы болады. Бес минутқа бетін жауып қоя тұрамыз. Оған дейін фаршты қайтадан қолымызбен араластырып қоюымыз қажет. Қолымызды жуып тазалап, енді көтерілген қамырымызды ортасына тиіспей, тек қана жиегін айналдыра, жиегінен бастап созамыз. Жиегін жұқартамыз. Ортасы қалың күйме тұрады, өйткені ортасына салмасын саламыз. Енді ортасына салмамыз салып, дөңгелетіп, бүріп түйе бастаймыз. Түйген жағын төмен қаратып, үстінен басып, қолымыздың көмегімен формасын жасаймыз. Ортасына салмасын салып, басып, қасықпен жайып, қолымызды таза ұстауымыз қажет. Сүртіп, өйткені қамырға еттері, жуалары қалып қойса, майға күйіп жалындап бүлдіреді майды. Сондықтан осылайша салмасын салып, бүріп, өзімізге ұнаған формада жасап шығамыз. Дөңгелетіп немесе өз қалауларыңыз бойынша жасай берсеңіздер болады. Осы мен жасаған қамырдан 7 дана беляши шықты. Осылайша жасап, дөңгелетіп, оны да 5-10 минутқа тындыруға қоямын. Оған дейін газдың отын жағып, үстіне ыдысымызға майды құйып, жаймендеп майды қыздыра бастаймыз. Майымыз қатты қызып кетпеуі қажет, өйткені қамырымыз тез пісіп, арасы шикі болып қалуы мүмкін. Орташа отта майды қыздырып, асықпай қамырымыздың
тігісі түскен жағын төмен қаратамыз. Алма-кезек пісіріп аламыз. Енді қайталап көрсетейін. Тігісі түйілген жағымен салып, ожаудың көмегімен үстіне ыстықтай майды құйып тұрсаңыздар, белешиіңіз пісуі өте жақсы болады. Дөңгеленіп, топ-топақ болып, әдемі болып піседі. Осылайша үстінен сұйық майды құйып тұрсаңыздар, өзінен өзі үлкейіп дөңгелек болып шығады. Екінші жағында пісіріп аламыз. Мінекей көріп тұрғандарыңыздай әдемі дөңгеленіп, томпайып шығып жатыр. Осы менің рецептіммен жасап көріңіздер, өте дәмді, ешқандай ортасы шикі болмайды. Ішіндегі салмасы да піседі, қамырда піскен, үлпілдеген, өте дәмді белеши шықты. Сіздермен бірге болған Жанар. Менің каналыма тіркелмесеңіздер, тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сәлем достар, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге балық асудың әдісін көрсетемін. Видеоны соңына дейін менімен бірге болыңыздар. Өте дәмді, керемет балық асамыз. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Алдын ала дайындалып, сақалдырығы алынған, сырты аршылған балықты қазанға салып асу үшін бөлшектеп аламын. Оған дейін қазанға отқа суды құйып қайнатамын. Қазандағы су қайнаған соң балықты тазалап жуып, мұздай сумен қазанға саламын. Су қатты сақырлап қайнауы қажет. Балық ыстық суға салынады. Бір ас қасық тұз салдым. Тұзды міндетті түрде дәмін көріп тұруларыңыз қажет, себебі асылған балықтың тұзы кем болса, дәмсіз болып шығады. Үстіне бір пиязды аршып салдым. Көбігі шыққан соң көбіктерін аламын. Енді балықпен бірге қайнау үшін картопты салдым. Бірге қайнап пісуі қажет. Енді қамырымызды илеймін. Суға тұз салып, қамырды илеп бастырып қоюым қажет алдын ала. Сорпаға дәм беру үшін
қамыр саламыз. Қамырдың онша көп болғаны қажет емес. Қамырды қалтыршаға салып қойдым. Бір пиязды турап, үстіне қара бұрыш салып дайындап қоямын. Егер қанған қамырды жайып кесіп аламын. Балық пісті. Ыстық сорпаны тұздықтың үстіне құямыз. Тұздықты отта қайнатпаймын, себебі ыстық сорпамен пияздың ащылығы басылады. Піскен балықты тәрелкемізге салып аламыз. Сорпаға қамырды саламыз. Қамырдың арасы бір-біріне жабысып қалмас үшін араластырып тұрамыз. Қамыр пісті. Шолпымен қамырды сорғып тәрелкемізге саламын. Қамырды піскен білу үшін саусағымызбен басып көреміз. Жабыспауы қажет қамыр қолымызға. Осылайша менің жасалу жолымен сіздер де жасасаңыздар болады. Оңай, өте дәмді шықты. Үстіне тұздығын саламыз. Осылайша балық дайын. Менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған Жанар.